Сәлем достар, сіздермен бірге арайлым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте қарапайым хворостың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бізге 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, 3 шай қасық қант және ұн қажет. Барлық ингредиенттерімізді қосып, қамыр илейміз. Илеген қамырымызды 10-15 минутқа демалдырамыз. Дайын болған қамырды мен 2 бөлікке бөлдім. Өйткені 2 түрлі пішінде кесемін хворосты. Сіздер де өздеріңізге қалауыңызша кесулеріңізге болады. Жұқалап жайып, мен бірінші қамырымды 4 бұрыштылап кестім. Ал екінші қамырымды дөңгелек қып кесіп, біріне екі дөңгелектен біріктіріп, арасын кесіп қойдым. Қызып тұрған майға салғанда, бұл хворостарымыз гүл тәрізді болып шығады. Қызып тұрған майымызға бірінші бір жағын, екінші аударып, екінші жағын жылдам майға салып аламыз. Осыменен біздің хворостарымыз дайын. Құрамында қанты болғандықтан столға осы күйінде де ұсынуға болады. Егер де сізге әсемдік үшін пайдалансаңыз, онда қант ұнтағын сепуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.